Баршаңызға сәлем достар, сіздермен Гүлайым. Бүгін сіздермен пирог с кремом дайындаймыз. Барлық ингредиенттерді осы видеоның астына жазып қойдым. Өте сондай қолжетімді, оңай ингредиенттермен жасалады. Сіздер де жасап көріңіздер. Ал енді бастайық. Ең алдымен қайнатпалы крем дайындаймыз. Ол үшін салқын сүтке қантты және 2 дана жұмыртқаның сарыуызын салып, жақсылап араластырамыз. Осы жерде оттың асты әлі қосылған жоқ. Енді жүгері крахмалымызды салып араластырамыз. Ешқандай түйіршіктер қалдырмай, жақсылап араластыруымыз керек. Мінекей араластырып болдық. Пештің астын дәл осы кезде қосамыз. Ең жоғары отқа қоямыз. Үздіксіз араластырып тұру керексіздер, себебі құрамында жүгері крахмал болғандықтан асты тез жабысып, түйіршіктеніп, күйіп кетуі мүмкін. Сондықтан жанында тұрып ешқайда қозғалмай, барлық жұмысты тастап, тек қана осы кремді араластырып отырыңыздар. Тез арада осылай қоюланып қайнайды. Кәдімгідей қайнаған кезде креміміз дайын деген сөз. Қарасаңыздар, кәдімгідей бұрқылдап қайнап жатыр. Біздің креміміз дайын. Енді үстіне лимон цедрасын немесе апельсин цедрасын салып жібереміз. Апельсин цедрасы деген көріп тұрғандағыңыздай, апельсиннің немесе лимонның сыртын ашмай, сыртын теркадан өткізіп, кішкене көпті керек емес, кішкене ғана соны қосып жібересіздер. Лимон цедрасын салғаннан кейін оттың астын өшіргеннен кейін кішкене ғана сол жылудың үстінде араластырамыз да, одан кейін сыртқа қарай салқын жерге шығарып суытамыз. Енді кремнің бетіне пищевой салафанмен осылай бетіне кремге жабыстырып, бетін жауып қоямыз. Толықтай суы керек креміміз. Енді бисквитін дайындайтын боламыз. 4 дана жұмыртқаға қант салып, кішкене ағарғанша миксерлейміз. Мен деген араластыратының бірнесін жоғалтып алдым. Сондықтан сіздерде бар болса, екеуімен жасай беріңіздер. Жұмыртқаңыз бөлме температурасында аз дегенде 3-4 сағат тұрған болу керек. Жылы жұмыртқаны пайдаланыңыздар. Дәл осы уақытта пешті қыздыруға қойыңыздар. Енді үстіне сұйық май, кез келген пайыздық жылы сүт құйып миксерлейміз. Енді үстіне ванилин саламыз, қопсытқыш саламыз және де ұнымызды електен өткізіп салатын боламыз. Енді бәрін салып болдық. Енді миксерлейміз. Қоймалжын әдемі қамырымызды дайындаймыз. Мінекей қамырымыз да дайын. 24 диаметрлі формамыздың астын осылай фольгамен жабатын боламыз. Міне формамыз да дайын. Енді тестамды кішкене миксерлеп алдым. Енді үстіне жартысын ғана құятын боламыз. Жартысын құйып көз мөлшерімен үстін тегістеп шығамыз. Енді қызып тұрған пеште 15 минутқа салып пісіріп аламыз. Одан көп минутқа қоймаңыздар. Ортасы қатты көтеріліп кетеді.
Алдын ала дайындап алған суған кремді осындай кондитерлік салафанға құйып аламыз. Себебі жұмыс жасағанға ыңғайлы болады. Кремді осы жерде миксерлеп алсаңыздар да болады. Мен миксерлеген жоқпын. Осылай салафанға салып, қолмен қалыпқа келтіріп алдым. Он 15 минутта пісіп шыққан пирогымыздың түрі осындай болады. Енді осының үстіне кремімізді жағып шығамыз. Азғантай кремді сәндік үшін алып қалатын боламыз. Кремді осылай бір келкі етіп әдемілеп жағып шығамыз. Содан кейін артынан осылай тегістеп аламыз. Қалған тестамызды үстіне осылай құйып шығамыз және тегістейміз. Асты күйіп кетпейді, еш уайымдамаңыздар. Сәндік үшін алып қалған кремді осылай жағып шығамыз. Дәл осы күйінде пісіріп алсаңыздар да болады. Қаласаңыздар үйде бар мұздатылған жеміс-жидектер болса, соны салсаңыздар да болады бетіне. Үйде бар жаңғақ болса, соны да турап салсаңыздар болады. Мен үйде бар дәндерді осылай бір-біріне қосып микс етіп сеуіп шықтым. Енді қызып тұрған пеште 180 градуста 30-35 минутта пісіп шығатын болады. Менікі пирогымыз да пісіп шықты. Енді формадан алатын боламын. Менікі кем дегенде 2 сағаттай тұрып суыды. Міндетті түрде суытып бірақ алыңыздар, әйтпесе бисквиттеріміз формасына жабысып, бәрі бөлініп қалады. Одан кейін кескен кезде ішіндегі кремі ағып, еңбегіңіз зая кетуі мүмкін. Өздеріңіз көріп тұрғандай, пирогымыз өте әдемі, дәмді, қош иісті болып шықты. Сіздерге міндетті түрде жаңа жылдық дастарханға, қонақтарыңызға жасап беруге кеңес беремін. Міне кесіп көреміз. Дәмі маған өзіме қатты ұнады, өте жұмсақ, дәмді болып шықты. Видео ұнаған болса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Алда әлі міндетті түрде түрлі рецепттермен қуантатын боламын. Қош сау болыңыздар.